Құрметті Ғабит Қайыржанұлы, бүгін алтын уақытыңызды бөліп сұхбат беруге келіскеніңізге көп-көп рахмет. Менің ғылыми жобамның тақырыбы Ғұмар Қараштың «Көреміз бе» өлеңіндегі жаңа адам имиджі. Бұл зерттеуде мен ақынның рухани жаңару мен ұлттық сананы оятуға бағытталған идеяларын қазіргі заман тұрғысынан талдап, оның жаңа адам туралы көзқарасының қазіргі қоғаммен қаншалықты үндес екенін анықтауды мақсат еттім. Жалпы Ғабит Қайыржанұлы, ғалым ретінде айтыңызшы, осы Ғұмар Қараштың «Көреміз бе» өлеңіндегі жаңа адам ұғымын қазіргі қоғам тұрғысынан қалай түсіндірер едіңіз? Рахмет. Енді менің ойымша, Ғұмар Қараштың «Көреміз бе» өлеңіндегі жаңа адам имиджі осы қазір бар сияқты, көріп жүрген сияқты біз. Енді кішкене діннен бас тартқан, тақуалықтан бас тартқан, ғылымға ұмтылған, ондай жастарды мен өзім көріп жүрмін. Сондықтан Ғұмар атамыздың осы бір арманы жүзеге асқан сияқты. Бұл арман сол алаш зиялыларының арманы еді. Бұл Міржақыпта да бар еді, бұл Ыбырайда да бар еді, Ыбырайдан келе жатқан сарын еді. Сондықтан мен өзім осы қайталауға құрылған бұл өлеңдегі жаңа адам көріп жүрмін. Мен сабақ берген жастар қазір көптеген тілде меңгерген, өздерінің алдында діни тақуалыққа бой ұрмаған, жүрегі қазақ деп соғып тұрған ұлтжанды жастарды. Рахмет. Ал осы сіздің ойыңызша, ақын сипаттаған жаңа адам бейнесімен 21 ғасырдағы қазақ жастарының арасында қандай айырмашылықтар мен ұқсастықтар бар? Енді ешқашанда мазмұн өзгермейді. 1000 жыл бұрын адам қалай толғанды, 1000 жыл бұрын қалай сүйді. Қазір де солай, тек форма, яғни пішін ауысады. Келесі жылда солай болады. Енді мысалы ол абай көрсеткен қазақтың бойындағы жаман қасиеттер ештеңе өзгерген жоқ. Сол күйінде қалды. Абай көрсеткен 5 асыл іс әлі бізге арман. Сол жастардың көбінде әлі жоқ. Мысалы, ғұмарлар, олар мақсат қойған жастар аздау. Бірақ тіпті болашақты оқыған, бәленбай тіл меңгерген жастардың өзі қазір елін, жерін саудаға салып, өзінің білімін өзінің ұлтына қарсы жұмсап жатқанын көргенде таңғаласың. Яғни атақты Әл-Фарабидің сөзі есіңе түседі. Бізге ең басты тәрбие керек. Тәрбие. Сондықтан тәрбиелі жастар армандады. Мен Ғұмардың қазіргі жастардан Ғұмардың ойын, көзқарасын көремін, бірақ әлі аздау. Осы Ғұмар Қараштың «Көреміз бе» өлеңіндегі риторикалық сұрақтар мен көркемдік тәсілдердің қазіргі жастарға қандай рухани немесе тәрбиелік әсер бере алады деп ойлайсыз? Әрине, тек Ғұмар Қараш насихаттау керек. Оларды тарату керек. Әсіресе TikTok, YouTube, әлеуметтік желілерге салу керек. Сонда жастар сезіну керек. Жастар қазір көбіне әлеуметтік желіде отырады. Сол кезде ол көркемдігі сезінеді. Бұл да Махамбеттің өлеңі сияқты. Жалпы қайталауға құрылған өлең адамның санасына керемет әсер етеді. Біз көреміз бе? Осындай бір жастарды көреміз бе? Осындай иіліп тұратын, ұлтын сүйетін жастарды көреміз бе деп Ғұмардың армандауы. Осы жалпы осы Ғұмар мен Міржақыптың, Ыбырайдың, Ахметтің, Мағжанның ұқсастықтары керемет. Сондықтан мен ойлаймын, насихаттау керек. Насихатта біз көре аламыз деп ойлаймын. Бізге насихат. Осы жаңа адам концепциясын білім беру жүйесіне, әсіресе қазақ әдебиеті сабағына енгізу қаншалықты маңызды деп есептейсіз? Өте өзекті, өте маңызды деп ойлаймын. Қазірдің осы Қазақстанда жаңа адамдар деген ұйымда құрылып отыр ғой. Бұл жаңа адамдар, мысалы, жаңа Қазақстанның бұл басты бөлшегі. Біздер, яғни түгелімен өзгеруіміз керек. Яғни біздер өзіміздің бұрынғы мұраларымызды кішкене болса да дамытып, танысып, оқып, өзіміз оқитын жастар тәрбиелеп шығаруымыз керек. Қазіргі жастар оқымайды. Қазіргі жастар, мен сіздерге айтайын, біздің кезімізде іргелі білім алды, мысалы Ғұмар Қараштар. Қазір фрагментарлы білім алады. Құрығанда осы «Көреміз бе» өлеңін фрагментарлы білім болсын деп, YouTube-қа, TikTok-қа, әлеуметтік желіге салсақ, ол кішкене болса да алады ғой деп ойлаймын.
Сосын насихат әрине керек. Насихат болмаса, біздер ондай жастарды тәрбиелей алмаймыз. Ол ақылды, өз ұлтын сүйетін жастар өсіп келе жатыр. Бұл өлең оған күшті көмек болар еді. Оларға кішкене болса да эпиграф ретінде жол ашар еді. Сол насихат жағы бізде жетіспейді деп ойлаймын, бірақ ол алла қосса, жүрегі разделет дейді ғой, сондай қалыпқа келеді деп ойлаймын. сондықтан омар қараштың өлеңдері бұл мәңгі үлгі, мәңгі жұлдыз біздің темірқазығымыз. Сіздің пікіріңізше, Ғұмар Қараш аңсаған рухани биік, әділетті, білімді тұлғаның, яғни жаңа адамның қазіргі қоғамда қалыптасуына не кедергі? Оған кедергілік бұл біздің еліміздің саяси идеологиялық жұмыстың аздығы деп ойлаймын. Бізге ұлттық идеология, ұлттық мемлекет құру алдыңғы кезекте тұр. Осы кезекте біздер Ғұмар атамыздың барлық өлеңдерін пайдалануымыз керек. Бізге ұлттық идеологиялық, ұлттық насихат жұмысы жетіспейді. Бірақ өз-өзімізбен дамығанмен оны бір жүйелі жұмысқа қою керек деп ойлаймын. Насихаттаған кезде кәдімгі арнайы жастар орталықтары құрылу керек бұрынғыдай. Сосын білім ошақтары құрылу керек. Сосын оларға қаржы төлену керек. Сондай көмек болатын болса, әрине бұл қазақ жастары өсіп шығады деп ойлаймын. Мен бір жақтың сөзі бар Абай туралы жазған. Халық бұлай тұрмас, өнер білімге қанар, сол кезде абайын іздер деп. Сол айтқандай, өнер білімге қану үшін адамға жағдай керек. Сондықтан бір сүйіспеншілік болу керек. Сол сүйіспеншілікті нығайту үшін бізге кішкене болса ұлттық идеологиялық жұмыстар керек. Ол көбею керек деп ойлаймын. Көп рахмет жауап бергеніңізге.